дыхание качествосын таңдауыңыз керек. Сіздің өзіңіздің құндылығыңызды анықтауыңыз керек. Анда өтті ғой, мен видеоға түсіріп отырмыз. Өнім қызмет детальдары дейміз. Өнімнің бағалары, акциялар, мысалы, қандай акциялар бар, солар қандай айту керексіз. Скидки, да? Қай форматта болады, сату, онлайн формат па, офлайн формат па, деген сияқты. Қай арнада жұмыс жасайды, мысалы, Instagram, WhatsApp, сайт арқылы жұмыс жасайды ма, соның барлығын капиталға айтып отырасыз. Енді триггер дегеніміз ол креативте іс-әрекетке жасататын әдіс. Мысалы, сіз жаңағыдай бір креатив жасадыңыз, иә? Мысалы, сіз продъемка жасау үшін креатив жасадыңыз, видео жасадыңыз, и соны таргетке жібердіңіз. Одан кейін уже сіз ары қарай жаңағы соңында, мысалы, балаңыз сентябрь, қыркүйек айына дейін жақсы нәтижеге шығуын қаласаңыз, біз сізге көмектесеміз деген сияқты отыр жасаңыз, мысалға, ол үшін подробный батырмасын бас деген сияқты, ол үшін осы WhatsApp-қа тезірек жаз, ол үшін тезірек орын алып үлгер деген сияқты. Бір қорытынды болу керек, иә? Шақыратын қорытынды сөздер. Не деп аталады? Триггер дегеніміз ол жаңағыдай әрекет, мысалға, бізде тек қана 2-ақ орын қалды, тезірек барады WhatsApp-қа бөліп, санаулы ғана орын қалды деген сияқты, сондай триггермен оған әсер ететін жаңағыдай қорқыныш азлап деген сияқты. Сондай триггер деп аталады. Соны триггер деп атаймыз. Енді осы триггердің түрлері, дефицит деген түрі жаңағыдай 2-ақ орын қалды деген сияқты ше. Аз ерекшелендіру, мысалға, біздің жаңағы оқу орталығында осындай қандай ерекшелігі бар, соны ашып айтасыз. Сосын гарантиямен айтуыңызға болады. Біздің оқу орталықтан шыққан балаға гарантия береміз деген. Осындай деңгей алып шығады деген сияқты. Адамдардың ойлары оп-оңай деген сөзді кішкене жақсы көреді. Оп-оңай бәріне тез жетіп алғысы келеді, психологияда. Сол үшін оп-оңай деген сөз жақсы өтеді. Мысалға, біздің оқу орталығына келіп балаңызды оп-оңай жақсы деңгейге шығарып алыңыз деген сияқты қолдануға болады. Біз социальный интервьюдер айтуға болады. Отзывтарыңыз, скриндеріңізді көрсетуіңіз болады жаңағы креативке. Авторитет триггері, мысалға, сіздің оқу орталықтан, мысалға, Ақтөбенің белгілі бір тұлғасының баласы білім алып кетсе, мысалы, соны айтып көрсетуіңіз болады, мысалға. Димаш Құдайбергеновтің баласы келіп білім алды деген сияқты. Қорқыныш триггері, мысалға, кедей болғым келмесе, маған тіркел деген сияқты. Қорқыныш ұялататын триггерлер бар. Или бай болғың келсе, или білімді болғың келсе, да? Бай болғың келсе, тезірек бізге келіп оқу орталығына деген сияқты. Ортаға отыршы ешкелесе мына жерге. Жоқ, мен ортаға түсіріп отырамын. Сен көрінбейсің.